Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біз бұған дейін имам Абу Ханифа рахимахулланың өзінің шәкірті, мұсылмандардың қазысы болған имам Абу Юсуфқа айтқан өсиеттерін бастаған болатынбыз. Енді бүгінгі өсиетте имам рахимахулла былай дейді: «Уәлә туджалис ахада мин ахлил ахуа». Яғни нәпсінің жетегінде жүрген адамдармен сұхбаттас, мәжілістес болма дейді. Илля аля сабили дағуаты илля дин, тек дінге шақыру мақсатында ғана олардың отырыстарына бару керек. Дінге шақыру, оларға тура жолды баяндау ету үшін ғана нәпсінің жетегінде жүргендердің мәжілісіне бармау керек мүмкіндігінше. Ал егер сенің дағуатың олар үшін көк тиын болса, онда мүлдем оларға жоламау керек. Сондықтан оларға жолауға бірақ жағдайда рұқсат етіледі, ол дінге шақыру мақсатында ғана. Және екінші өсиетінде айтады: «Уәлә туксирул әл-лағиба ва шатм». Яғни көп ойнаудан аулақ бол дейді. Яғни ойын деген кезде жаңағы қалжың, жаңағыдай анекдот айту деген секілді мәселе ғой. Және ешқашан біреуді балағаттама дейді. Мысалы, ш дегенді білесіздер, оны айтпау керек. Ол жақсы нәрсе емес. Сондықтан адам ешқашан көп ойнап қалжыңдап жатыр ғой, қалжыңдама дейді. Сосын боқтама дейді, ешкімді боқтап балағат сөз айтуға болмайды, тіпті ашу болса да. وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَتَأَهَّبْ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ كَيْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْكَ عَامَّتُهُ. Көпшілік алдыңды орап кетпеу үшін азанша азан айтқан сәтте мешітке кіруге асық дейді. Яғни намазға асыққандығыңды білдіру керек, сездіру керексің. Тіпті сондықтан бізде шариғатымызда азан айтылғаннан кейін мешіттен шығып кету макрух болып есептелінеді. Сондықтан азанға дейін кіріп шығып керек шығатын жерге. وَمَا رَأَيْتَ عَلَى جَارِكَ فَاسْتُرْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمَانَةٌ. Егер де сен көршіңнен қандайда бір айыпты көретін болсаң, жағымсыз іс-әрекетті, фастурху дейді, оны жасыр. Өйткені ол аманат. Сондықтан біз өзіміздің көршімізде қандай бір іс-әрекетте жағымсыз тірліктері болса, оны жасыру керек. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Жебірейіл маған кеп көрші туралы өсиет еткенде, мен ойлап қалдым дейді. Әй, осы көрші де мирастан үлесқор бола ма деп ойлап қалдым дейді. Көп ескерткен. Сондықтан бізде қазақта көрші ақысы құдай ақысы деген нәрсе бар. Сондықтан айыбын, жақсылығын асырып, айыбын жасырып жүруіміз керек көршілеріміздің. Және айтады: «Уәлә тузхир асраран наси». Ешқашан адамдардың құпия сырын ашпа дейді. Біз ше қазір арамыздағасын ешкімге айтпа деп біреуге айтасың, ол баратта екінші біреуге айтады: ойбай, арамыздағасын ешкімге айтпа дейді. Сосын анау баратта өзі бәленбай адам айтып қойғанда уже. Сондықтан ешқашан саған біреу сыр тапсырды ма, оны ашпау керек. Болды, өзіңмен бірге алып кет. Өзіңмен бірге алып кетуіміз керек. Сондықтан имам Абу Ханифа айтып жатыр: ешқашан адамдардың құпия сырын ашпа дейді. Абу Юсуф айтады: وَمَنْ إِشْتَشَارَكَ فِي شَيْءٍ فَأَشِرْ عَلَيْهِ مِمَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Сенен біреу кеңес сұраса, өзіңді Алла Тағалаға жақындатады деп білген нәрсеңде
кеңесіңді бер дейді. Яғни өзіңді тақуалыққа жетелейтін істе жаңағы кеңес беру керексің. Сондықтан Алла Субхана тағала Құранда не деді? Тағауну алал бирри ват тақуа ва ла тағауну алал исми вал ғудуан деді. Сендер бір-бірлеріңе тақуалықта, жақсылықта жәрдем беріңдер деді. Күнәда, жаман істе жәрдем бермеңдер деді. Ва ла тағауну алал исми вал ғудуан, дұшпандықта кеңес. Сондықтан біздің кеңесіміздің өзі тақуалық болу керек. Яғни Аллаға жақындата тұрған нәрсе не? Ол тақуалық. Сондықтан сол тақуалық, сенен біреу кеңес сұраса, тақуалықты айту керексің. Мысалы біреу айтса, мына жерде бір кісінің жері бар екен, соны бір адамдарды салып, тартып алайын деп жүрім деді, бір өзім алып алайын деп жүрім деді. Сенен кеңес сұрады, не айтасыз деді. Дұрыс істеп жатсың. Қолыңда тұрғанда басып қал деген сықылды, болмайды олай. Тақуалыққа жетелейтін істе кеңес бер. Сен оны заңсыз тартып алған болсаң, есіне қайтарып бер, олай істеуге болмайды деген секілді дұрыс жөнін айт деп отыр Абу Ханифа рахимаху. Бұл бізге де қатысты. Бізге де қатысты. Қазір келуі мүмкін біреу жаңа, ойбай кредит алайын деп жатырмын. Біреу келуі мүмкін, ойбай мынадай істейін деп жатырмын. Жақсы демеу керек. Егер бұрыс болса бұрысын, қисық болса қисығын айту керек. Дұрыс болса дұрысын айту керек, іштарлық танытпай. Ва ияка вал бухла фа иннаху юбаду бихи ал мар'у. Сарандықтан аулақ бол. Өйткені ол адамның қадірін кетіреді. Адамның қадірін кетіреді ол сарандық деген нәрсе. Сондықтан Абу Ханифа рахимахулла шәкірті Абу Юсуф айтып жатыр, ешқашан сараң болма дейді. Яғни адам өзінің барымен бөлісіп үйрену керек. Барымен бөлісіп үйрену керек. Уәлә тәку таммаған, уәлә кәззабан, уәлә сахиба тақлитин. Ешқашан яғни таммаған деген, яғни дәметуші болма дейді. Ешқашан. Ол дәмету харам. Адам ешқашан дәметпеу керек. Құдайдың пешенеге жазғанын көреді ол. Өтірікші болма дейді және ешқашан. Сондай-ақ жаңа жаңылысып, шатасып жүруші де болма дейді. Бәл ихфази муруатака фил умури кулха. Барлық істеріңде адами қасиетіңді сақтай біл дейді. Барлық істе, барлық жағдайда, тіпті отбасында да, ағайын туыспен де, көршімен де, жұмыс орындағы әріптестеріңмен де не істеуің керексің? Адами құндылықты сақтай білу керексің. Адами құндылығымызды сақтай білуіміз керекпіз. Хайуандық деңгейге түсіп кетпеу керек. Қазір адамдар алдау, арбау, бір-бірінен айласын асыру жақсы нәрсе емес ол. Болмаса да екінші бірін бақталас болу, шамас жетпесе де тыраштанып жаңағыдай көштен қалып кетпейін деп жарысу, тәкаппарлық танытып, мен де сондаймын, ешкімнен кем емеспін дегендей. Сондықтан адам ешқашан дәметуші, өтірікші және жаңылысқыш болмау керек. Әрқашан мұсылман адам байыппен, байсалдылықпен болу керек. Жүреміз, біз ұмытшақ болып барам, бүйтіп бара жатырмын деген секілді. Ондай қасиеттен арылуға тырысуымыз керек. Және айтады Абу Ханифа рахима: "Ва иза машайта фит тариқи фала талтафит яминан вала шималан бал давамин назара илал ард." Егер сен жолдың үстінде жүретін болсаң, оның оң жаққа, сол жаққа жалтақтама дейді. Әр қашан көзіңді төмен салып алдыңа қарап отыр дейді. Міне бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаты. Саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз ешқашан
алақ жұлақ етіп отырып жүрмеген. Пайғамбарымыздың көзі тек төмен болған, алдыңа ғана қарап отырған. Біз ше қазір жолда жүріп келе жатып не істейміз? Сотқа қарап келе жатамыз, сөйтіп біреудің обалына қалады көп адамдар. Сондықтан одан да адам сақ болу керек. Сондықтан осындай тәртіпті ескеріп жатыр бізге. وَإِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَلَا تُسَاوِي النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ. Егер сен дейді көпшілікпен бірге хаммамға кірсең, моншаға, فَلَا تُسَاوِي النَّاسَ فِي أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْمَجْلِسِ. Жаңағы көпшіліктен артық төлесен дейді. Абу Ханифа ескертіп жатыр. Егер сен көпшілікпен бір жуынатын моншаға кіретін болсаң, сол ақыдан асырып төле дейді. Бәл арджахи алама ту'тил аммату ли тазхара муруат. Яғни адами құндылықты көрсету, сездіру үшін адамдар төлеп жатқан құннан артығырақ төле дейді. Осылайша байнахум дейді, фаюаззимунака, яғни көпшіліктің құрметіне ие боласың дейді. Яғни таршылық жасамау керек. Болмаса сен жаңа кіріп алып, бір тиынға жаңа болмаса 100 теңгеге тартысып тұрсаң, зашам қайда деп жаңағы. Мына кісі кім дейді ғой? Басыңа тақия киіп ап, сақалың сапсиып, жаңағы жерде жаңағы бір оғаш қылық танытып тұрсаң, мысалы өзі кейде көшеде, мысалы базарға бірдеңеге барған кезде, бір сақалды адам бір оғаш қимыл әрекетін көріп, өзің ыңғайсызданып қаласың. Дәуде болса осы намазхан ау деп, бірақ жаңағы бір жерде боқтап қалса, бірдеңе істеп қалса, бір кірерге жер таппай қаласың. Қалай оны істеді деген секілді. Міне сондықтан адам ондай жерде көпшіліктің арасында жаңағыдай нәрсені, жарайды 1 теңге 10 теңгеме қасақап кетсін. Жаңадай қайда қайтар, үйтем, бүйтем, сөйтем деп ондай нәрсеге жол бермеу керек. Яғни қандай тәрбие беріп жатыр шәкіртіне? Базарға кіріп ап, жаңа 1 теңге үшін саудаласып тұрма, онымен мазасын алып. Олар да жетісіп тұрған жоқ, күні бойы тұрған адам. Жақсы осыған ке, жақсы сол саған да маған да деген секілді адамдар ғибрат алу керек. Сіз намазхансыз, Құдайды танисыз, ақыретке дайындалып жүрген адамсыздар сіздер. Дүние қуып жүрген жоқсыздар. Сондықтан әрбір ісімізде біз не ықтиятты болуымыз керек. Мынау ма дейді намаз. Сондықтан анау біз тез көрінеміз. Бір адам ештеңе істемей жатқандай қазір айтады, ойбай мынау ма дейді. Мынау ма намазханың осы ма дейді да. Қажыға барып келген қажы дегенің осы ма дейді адамдар. Дереу шыға келеді жаңа. Бір қажылыққа барса бір адам періште болып кететін сияқты. Бір қажыға барсаң да сен жаңа пенделік қасиетіңнен айырылмайсың ол жерден. Құлсың сен. Бірақ біз соны ескеруіміз, өйткені біздің артымызда, о неге өсиет етіп жатыр Абу Ханифа? Біздің артымызда дін тұр. Өйткені біздің әрбір оғаш қылығымыз кімге жағылады күйе? Дінге жағылады. Әкемізге, атамызға жағылған іштен емес. Ойбай, мына бәленшенің баласы сондай екен, мына батталдың баласы сондай екен деген іштен емес ол. Ал енді біз себепті Алланың таза діні исламға күнә жағылып кетті, күйе жағылып кетпесін. Соны ойлау керек. Соны ойлауымыз керек біз. Міне Абу Ханифаның да айтып жатқан нәрсесі сол, ол жаңа бір сен өзің байлығыңды, авторитетіңді көрсет деп жатқан жоқ. Адамдар төлеп жатқаннан артығырақ төлейді. Яғни жерде дау, жанжал не болмасын деген мағынада. Яғни адами құндылықты көрсет аналарға дейді. وَلَا تُسَلِّمْ الْأَمْتِعَةَ إِلَى الْخَائِكِ وَسَائِرُ السُّنَّاغِ بَلْ اتَّخِذْ لِنَفْسِكَ ثِقَةً يَفْعَلُ ذَلِكَ дейді. Сен қандай да бір затты жөндету, дүзету үшін
тіктірту үшін жаңа тігіншіге, ұстаға өзің апарып берме дейді. Әрқашан сенімді бір адам жалда дейді. Сенімді бір адам жалда дейді. Яғни оның да бірнеше жағы бар бұның да. Мысалы, Абу Ханифаның, яғни сен сондай тәкаппар бар, өзің жанында қызметкерің болсын, сен анау жыртылған аяқ киіміңді, шалбарыңды өзің апарып берме тігіншіге, керісінше бір адам апарып берсін, саған ұят болады деп жатқан нәрсе емес. Яғни мынау ұстаздың нәрсесі, мынау имамның аяқ киімі тігіп жаңа деген кезде сені көргенде әлгі адам қысылып, сенен ақша алмай қалмасын деген мағынада. Мысалы, осы жерде ораз имамды имам деп білетін адамдар қазір мына жерден барып бір нан бірдеңе алам десе, ой имеке сіз ала беріңіз дейді да. Төлемей қойыңыз дейді, мысалы. Не істеді? Әлгі адам ыңғайсыз жағдайға қалды. Сондықтан жаңағыдай бір адамды жіберу керек. Аяқ киімді түзеп беріңізші деп. Қанша? Бағасы осылай, ақшасын ақырын сол кісіден беріп жібересің. Болмаса төлей сал, келгеннен қаншаға түзеткенде. Қанша түзеді? Осылай 5 мыңға түзеп берді, 5 мың. Көрдіңіз бе, адамдардың жағдайын ойлаған. Әйтпесе бұл жерде жаңағы сен өзің барма, жаңағыдай қалай сен сондай адамсың, сен қалай өзің барасың деп атқан жоқ Абу Ханифа оған. Сен ұстаз, сен ғалым адамсың, сені біліп қойып аналар бір ыңғайсыз халге қалмасын деген мағынаны айтып жатыр. Сондықтан біз де сол нәрсені, мысалы, ақсақалдың келгенін біліп, біреулер жаңағы ақша алмайтын ұялсаңыз, сіз өзіңіз бармаңыз. Енді ол да күні бойы бала шағасын қамы деп сатып тұр ғой. Ал егер сіз барсаңыз, ол міндетті түрде ұялғаннан тегін береді. Сіз оны білесіз, бірақ олай істемеңіз, басқа біреуді жіберіңіз. Сенімді бір адамды. Яғни барып кеш, бірдеңе істеп кеш деп жаңа. Көрдіңіз бе, қандай ислам деген қандай нәрсе да? Біз ойламаған нәрсе бар. Анау Алла разы болсын, кейде сотканы қарап отырып, біраздан бір хабар үзіліп кеткен адамға ассаламуалейкум, әбеке қалайсыз десең, жаңа уағалейкум ассалам, ұстаз қалайсыз, бұйырыңыз. Ойлап қалады екен, жаңа мынау кісі бір шаруамен шығып тұр екен. Негізінде ниетің бір амандасып естисің, біраз бір кейде бір бақтарып отырсаң, бір шығып қалады бір жерден жаңағы. Сонда жаңағы ыңғайсызданып қаласың да. Жаңа мынау кісі бірдеңе айтқысы кеп, айта алмай қалдым екен деп артынан жазады. Ұстаз бұйырыңыз, не тапсырасыз деп. Жоқ, мен ештеңе тапсырмаймын, бауырым әйтеуір аман есен жүрсең болды. Міне сондай нәрселерді Абу Ханифа ескеріп жатыр. Біз де ескеруіміз керек. Мысалы, кейін кезде бауырым ана кімге звондап қойшы, что-то көрінбей кетті. Сен қалайсың, мына жақта ұстаз сені іздеп жүр деп звондап қою керек та, сол кезде араға адамды салып. Сонда анау ыңғайсыз халге қалмайды. Ал енді ол сен өзің шығып тұрғаннан кейін ойлайды, бір ұстаз қысылып бірдеңе сұрай алмай тұр ма екен, бірдеңе болып қалды ма екен деген секілді мағынада да ойлауы мүмкін да. Көрдіңіздер ме, сонда Абу Ханифа рахимахулла қандай даналықпен жеткізіп жатыр шәкіртінен. Сондықтан ол мәселе ондай емес. Уәлә тукаси тумакис бил хаббати уәд-дауаниқ уәлә тәзин әд-дарахима бәл иғтамид аля ғайрик. Мынау дәнді дақыл ұсақ түйек сататын саудагермен дейді, саудаласып тұрма дейді. Сондай-ақ жаңағы дирхамдарды да өзің таразыға салып тартпа дейді. Осы жағдайда біреуге сен сүйен дейді. Біреудің қажетіне жүгін дейді. Ол да жаңағы, мына кісі милышник екен деп, жаңағы майда шүйде адам екен деп ойлап қалмау керек. Сондықтан жаңағы имам Абу Ханифа айтады, сен қандай да бір ұсақ түйек сататын саудагермен көп саудаласып тұрма дейді. Егер тіпті саудаласып керек болатын болса, сен басқа біреуге жүгін дейді. Маған мына жерден бір кило күріш әкеп берші деген секілді да, немесе бір өрік мейіз әкеп бер деген секілді. Анау Алла разы болсын, мына неде көк базарда бір тәжік бауырымыз бар, Алла қуат берсін. Сол кісі бір күн барып
сыртынан таниды екен. Сосын мен ойымда ештеңе жоқ, мынадан жарты кило, мынадан деп ана дәнді дақылдарды, өрік нелерден, жаңғақтардан алып алып, енді бір уақытта алып алып, пакетке сағасын ақша алмайды анау менен. Содан бармаймын мен өшер. Анау мені көрсе ақшамайды. Енді ол менен ақшамайды екенде бара бергенде ұят та жаңа. Алла разы болсын, енді мен осы жерде тұрамын күні бойы, сіз қайтан жерде сабақ бересіз, содан сауап болсын дейді. Енді ниеті жақсы да, етпесе ол да бала шағасын бағам деп таңертең кешке дейін сол салқын жерде тұрады. Сондай жағда Абу Ханифа соның бәрін ескерген, өмірден өткен ғой бұл кісі. Соны айтып жатыр, сол кезде жаңағыдай біреу, сен барып анау жігіттен сауда жасап кел, сен де оның пайдасын ойла. А ол басқа біреу барса, онымен ол саудаласады. Сен де оған көмек жаса сыртынан. Көрдіңіздер ме? Біз осы нәрсенің бәрін ескеруіміз керек. Өйткені біз намазханбыз. Біздің әрбір қимыл әрекетіміз пайғамбарға сөз келеді. Әлемдердің жаратушы Алланың дініне сөз келеді. Ол даже сенің содан басқа адамды жіберіп алып жүргеніңді ол да білмейді. وَإِيَّكَ أَن تُكَلِّمَ الْمَجَانِينَ. Жындылармен сөйлесуден аулақ бол дейді. Ол пайда бермейді саған. Жынды, есуас, ол уақыт жоғалтудың қажет жоқ. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْمُنَاظَرَةَ وَالْحُجَّةَ. Сондай-ақ жаңағы дискуссия дейміз ғой, пікір талас жасаудың әдіс тәсілін білмейтін адаммен де сөйлеспе дейді. Өйткені ол жерде екі тарап бір-бірін анық тыңдап, солай сөйлесіп, сондай әдебін білмейтін адаммен де сөйлем. Және дейді, وَالَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْجَاهَ وَيَسْتَغْرِقُونَ بِذِكْرِ الْمَسَائِلِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ. Сондай-ақ жаңағы атақ даңқты қалайтын адамдардың арасында да тереңдеп мәселеге кірудің қажеті жоқ дейді. Одан аулақ бол дейді. Мысалы, кейбір атақ даңқты көксейтін адамдармен жаңағы сөйлесуден де аулақ бол дейді. فَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَ تَخْجِيلَكَ وَلَا يُبَالُونَ مِنْكَ. Негізі өйткені дейді, ондай адамдар дейді, сені тек мұқатуды қалайды дейді. Сенің ақиқатта бола тұрса да саған мән бермейді дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жаңадай әңгімені езіп атақ даңқты көксейтін адамдармен сұхбат құрудың да қажеті жоқ дейді. Өйткені ондай адамдардың мақсаты сенің ақиқатта екеніңді біле тұрса да елемеуге тырысып сені масқаралағысы келеді дейді. Өйткені оған атақ даңқы ғана керек. وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ كِبَارٍ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يَرْفَعُوكَ. Енді былай дейді, егер сен менменсіген тәкаппар адамдардың арасына кіретін болсаң дейді, олар сені көтермелемесе дәріптеп, өзіңді дәріптеп көтермей қой дейді. Жаңа сені менменсінген қауымның арасына кірсең дейді, өзіңді көтеріп әуре болма дейді, егер олар өздері сені көтеріп жатпаса дейді. Яғни олардың залалы тиіп кетпесін десең, олар сені көтеріп жатпаса, ол жерде жаңа өзіңді көтеріп әуре болма дейді. وَإِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَلَا تَتَقَدَّمْ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ. Егер сен бір қауымның арасында болып, намаз уақыты кірсе дейді, өзіңнен өзің имамдыққа шығып кетпе дейді. مَا لَمْ يُقَدِّمُكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ. Яғни сені құрметтеп имамдыққа
өтіңіз деп айтпайынша өтіп кетпе дейді. Қандай тағы бұл жерде үлкен тәртіпті тәрбиені ескеріп жатыр. Бір қауымның арасында болсаң, өздері құрмет көрсетіп, ұстаз өтіңіз деп айтпайынша өзің өтіп алма дейді. وَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ وَقْتَ الظَّهِيرَةِ وَالْغَدَاتِ Таңертең және тал түсте моншаға түсуші болма дейді. Ескеріңіздер осыны. Таңертең және тал түсте моншаға түсуші болма дейді. Есі дұрыс адам ол кезде моншаға түсе ме? Тапа тал түсте. Яғни ескеріп жатыр Абу Ханифа. Бұдан былай ескеріңіздер әбеке. Тапа тал түсте таң атпай моншаға түспейін. Түс ауа кешкілік барыңыздар иншалла. وَلَا تَخْرُجِ إِلَى النَّظَّارَاتِ Саябақтарға барып қыдырып жүруден аулақ бол дейді. Саябақтарға барып бостан бос уақытты өлтіріп қыдырудан аулақ бол дейді. Имам Абу Ханифа Абу Юсуфке өсиет етіп жатыр. Ана бір адамдар бар, уақыт таппай жүрсе, бір адамдар бар, уақытын өткізе алмай магазин аралап жүреді ғой. Не істеп жүрсе, уақыт өтпей кетті дейді. Олай істеме дейді. Олай істеме дейді. Сондықтан гипермаркет, супермаркетте жаңағыдай магнум ішінде тәшкені ұстап арбаны ерсіл қарсыл жаңа күні бойы жүрмеңдер. Ол жақсы қасиет емес. Одан да отырып Құран оқы. Бар ондай адамдар, дұрыс па? Бар, уақыт өтпей кетті дейді. Субханалла, біреулер уақыт таппай жатыр, әттең бір сағатым болса, бір минутым болса деп. Сондықтан бұл уақыттың қадірін білейік ағайын. Қияметте 4 нәрседен сұралмай, адам бір қадам жасамайды, соның біреуі осы уақыт. Анық мақшарда қиналасың, жаның шығып. Сол кезде тезірек есеп қисабым болып, кетсем ғой деп ұмтыласың, бірақ кете алмайсың. Жаңа 4 сұраққа жауап бересің, соның бірі уақыт, содан кейін бірақ кетесің. Онсыз бір қадам жылжымайсың сен. Қадам жылжымаған сайын сен ана төбе күн төбеңнен шыжып әкетіп бара жатады. Сондықтан асығат өжет адамда. Сондықтан Алла тағала айтты, пайғамбарымыз айтты, 4 нәрсеге жауап бермейінше бір қадам жылжымайсың. Соның біреуі осы уақыт. Сондықтан уақыттарымызды өлтірмейік. Ең болмаса аялдамада тұрсақ, зікір айтып тұрайық. Аялдамада тұрсақ, ішімізден Құран оқып тұрайық. Болмаса жақсы нәрсе ойлап тұрайық. Елдің амандығын, тыныштығын тілеп тұрайық. Өзімізге истиғфар айтып тұрайық. Жаңағыдай. وَلَا تَخْتُرْ مَظَالِمَ الصَّلَاتِينَ إِلَّا إِذَا غَرَفْتَ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ شَيْئًا يَنْزِلُونَ عَلَى قَوْلِكَ بِالْحَقِّ Әртүрлі өтініш, шағымдар қаралып жатқан жағдайда басшылардың алдына кірме дейді. Итак, жаңағы шағымдармен әлек болып жатқан кезде кіріп барма дейді. Кіріп бар дейді. Илля иза ғарафта аннака иза қулташ. Егер сен бір нәрсе айтып, ол сенің сөзіңді қақ деп тоқтайтын болса, сол кезде ғана кіріп бар дейді. Әйтпесе кірме дейді. Өзі шаруамен басы қатып атқан сұлтандардың алдына кіріп барма дейді. Сөзіңді тыңдап, айтқаныңды қақ деп қабылдайтындығына көзің жеткен кезде ғана барып кіріп бар дейді үстінен. Осындай бір немен келген едім деген секілді. Әйтпесе несі кірмегенің абзал дейді. Бидейді, فَإِنَّهُمْ إِنْ فَغَلُوا مَا لَا يَخِلُّ Ал егер сен кіріп барғанда, олар дейді, халал болмаған нәрсені істесе, уантағин сен солардың жанында тұрып тұрсаң дейді. Тіпті руббама ла тамлику ман сен болсаң оны тоқтатамайсың дейді, ол сұлтан ғой дейді. وَيَزُنُّ النَّاسَ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِسُكُوتِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقْتَ الْإِخْتَامَ عَلَيْهِ Сен сол жерде тұрғандықтан, сол жерде тұрған адамдар сен үндей алмай қалғандықтан, әлгілерден істеп жатқан ісі хақ деп қабылдайды дейді адамдар.
Сол үшін олар сенің сөзіңді қабылдап, қақ мәселе қақ деп қабылдайтындығына көзің жеткенде ғана кіріп бар дейді. Ал сен беймаза уақытта кіріп барып, олар халал болмаған бір нәрсені айтып істеп қалса дейді, сен сол жерде үндемей қалсаң дейді, сен оны тоқтата алмайтының анық дейді. Сол кезде жаңағы жерде тұрған адамдардың бәрі ойлайды дейді, мына сұлтанның істеп атқаны дұрыс, өйткені ана ғалым үндеген жоқ қой. Егер ол дұрыс болмағанда ғалым айтатын еді ғой деген сөзге қалып қоясың дейді. Қандай сақ болған ол ғалымдар. Сондықтан Абу Ханифа рахимахулланың «Валлахи биллахи мен қазы болмаймын» деген, «Валлахи биллахи сен қазы боласың» деген ақырында азапталды. Енді оны ғалымдарымыз айтады, өйткені шариғаттан тыс фатуаны талап ететіндігін білгендіктен Абу Ханифа бас тартты дейді. Сондықтан ғана бас тартты дейді. Әйтпесе ол халифаның айтқанын орындауға міндетті еді. Бірақ ол орындайтын еді дейді. Бірақ ол халифа сайлап алғаннан кейін ол шариғатқа қайшы нәрсені фатуаны бергізетіндігін көз жетіп тұрғаннан кейін бас тартты дейді Абу Ханифа. До конца тұрды. Ақыры ана уәдесін орындаймын деді, Абу Ханифа уәдесін бұзбаймын деді, сонымен арада не болды? Алла рахмет етсін ол кісілерге. وإخبل من العامة ما يغردون عليك من رؤياهم في النبي عليه الصلاة والسلام وفي رؤيا الصالحين وفي المساجد والمنازل والمقابر. Енді дейді, қарапайым жұрттың пайғамбарға, әулиелерге, тақуа құлдарға қатысты мешітте, үйде және қабірде көрген түстерін қабыл ет дейді. Яғни адамдар көрген түстерін айтып келсе дейді, олардың бетін қайтарып жерме дейді. Яғни соны қабыл ет дейді. Яғни шама шарқыңа қарай жаңағы жауап бер деп жатыр. Жорып бер деп атқаны ғой енді. Жорып бер деп жатқаны. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар, момынның түсі пайғамбарлықтың 45-тен бірі деген хадис бар. Бірақ ол түспен үкім шықпайды. وَمَنْ نَقَشَكَ مِنَ الْعَمَّةِ وَالسُّوقَةِ فَلَا تُنَاقِشْهُمْ. Қарапайым көпшіліктің бірімен немесе базардағы саудагермен, сауатсыз саудагерлермен ешқашан сөз таластырып жатпа дейді. Ешқашан сөз таластырма. فَإِنَّهُ يُذْهِبُ مَا وَجْحِكْ дейді. Өйткені пайдасыз сөз таластыру абыройыңды төгеді дейді. Одан басқа ештеңе емес. Сондықтан біз өз орнымызды білуіміз керек. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна насъалука илман нафи'ан ва ризқан васи'ан ва амаlan мутақаббалан. Раббана ла тузигh қулубана баъда из ҳадайтана ва ҳаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Я Раббым Алла Тағала, өзіңе ғана құлшылық етіп, өзіңнен ғана жәрдем тілейміз. Я Аллахым, біздерді өзіңнен басқа ешкімге тәуелді етпе. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. Бирахматика я Аллах.